Hello everyone, welcome to our English lesson number 12. This lesson will be about nouns. Сәлеметсіңдер ма? Қош келдіңдер біздің 12-ші видео сабағымызға. Бұл видео сабақ зат есімдер жайлы болады. Зат есімдер аты айтып тұрғандай, бұл кім, не деген сұрақтарға жауап беретін адамдар және заттардың, жануарлардың атауы. Мысалы, адамдар кім деген сұраққа жауап береді. Ол жалпы адамдардың аты болуы мүмкін. Балалар, қыздар, әйелдер, ер кісілер немесе жеке адамдардың аттары болуы мүмкін. Boy, girl, woman, man, зада, қайсар. Мысалы, who is this? Бұл кім? This is my friend. Бұл менің досым. Досым деген ол зат есім. Who is this? Бұл кім? Who are these? Who are these? Көпше түрде бұлар кімдер? These are my friends. Бұлар менің достарым. Көпше түрдегі зат есім. Зат есімдер жалпы заттардың де атауы болады. Не books, bookshelves, buses, toy, house, не кітап, кітаптар, автобустар, ойыншықтар және үй деген сияқты. Мысалы бізде мына суретте не бар деп сұрайық. What is this? What is this? It is a library. Бұл кітапхана деп айтуға болады. What are these? Көпше түрде бұлар недер? These are books and bookshelves. Бұлар кітаптар мен кітап полкалары. Осындағы library, books, bookshelves бәрі зат есімдер. Заттардың атаулары. Зат есімдер және де жануарлардың атаулары болуы мүмкін. Құстардың немесе animals, жануарлар. Bird, құс, duck, қаз, goose, geese, үйректер, жекеше түрде көш, көпше түрде geese болады үйректер. Мұндағы суреттегі бәрі зат есімдер. What are these? These are bees. Бұлар аралар. What are these? These are butterflies. Бұлар көбелектер. What are these? Бұлар құстар немесе бұлар үйректер. What are these? Meerkats. Meerkat деген бізде ондай аңның аты білмеймін қандай екен. Бұл африкалық мысықтардың түрі. Кат деп атағанына қарағанда. Әдемі семьялық фотографияға түсіпті. A ladybird, біз жақта бұны такана дейді. Қазақшасы a ladybird ағылшынша. Бір ғана ladybird, сондықтан ол a ladybird. Flamingos, құстар, flamingos. Осындар зат есімнің мысалдары. Зат есімдер және де мекен-жайлардың аты болуы мүмкін. Places, орын, жай, мекен-жайлар. Алматы, Нью-Йорк, Париж, Лондон, Милан. Осындай қалалардың аты және басқа да мекен-жайлардың аты зат есімге жатады. Зат есімдер және де идея, ой, идеялар болуы мүмкін. Мысалы, freedom, бостандық, law, заң, equality, теңдік, prosperity, өркендеу, гүлдену деген сөз, trust, сенім. Суретте осы заң немесе теңдікті білдіретін мысал. Зат есімдер және сезімдер болуы мүмкін. Сезінетін нәрселер. Мысалы суретте қосақ қуу көріп оны көргенде біз не сезінеміз? Love, махаббат. Мына кісі баласыменен қуанып тұр, оны joy, қуаныш деп айтамыз, сезінеміз. Fragrance, aroma, smell, бұлар иістер, хош иістер. Fragrance, aroma, хош иістер. Smell деген ол иіс. Ол жақсы да жаман да болуы мүмкін. Sound,
дыбыс, бұны біз көре алмаймыз, бірақ естиміз. Міне роботтың кішкене ғана жүрегі бар екен, ол да ғашық бола алатын робот сияқты, мүмкін ғашық болып жүр. Common nouns, proper nouns. Common nouns, жалпы зат есімдер, proper nouns, жалқы зат есімдер. Common nouns, general name without being specific. Жалпы атаулар. Мысалы, people, жалпы адамдар. A man, жалпы ер адамдар. An animal, жалпы аң жануарлар. I like mountains. Мен таулардан атамын. Қандай тау екенін айтпай, жалпы таулар. There are different animals in the mountains. Тауда әртүрлі аң жануарлар бар. Proper noun, жалпы зат есім. Proper nouns name a specific person, animal, thing, country, city, etc. Осы жалқы зат есімдер адамдардың, жануарлардың, заттардың, елдердің және қалалардың, мекенжайлардың атауы. Examples, тағы да мысалға, Зара, Қайрат. Олар адамдардың аты. Астана, Ақтөбе, қалалардың аты, Бурабай, Медеу десек, ол мекенжайлардың аты. Алматы is at the foot of Іле Алатау mountains. Осы сөйлемдегі Алматы, Іле Алатау деген жалқы зат есім. Олар қаланың аты және таудың аты. There are bears and leopards in Алатау. Bears and leopards деген ол жануарлардың нақты аты. Сондықтан бұл proper nouns. Animals жалпы. Bears and leopards. Animals are common nouns. Bears and leopards are proper nouns. Countable nouns, uncountable nouns. Countable nouns деген саналатын зат есімдер, uncountable nouns саналмайтын зат есімдер. Саналатын зат есімдер оңай, сол жеке зат есімге s-ті жалғауға болатын зат есімдер саналатын зат есімдер табылады. A house, houses, үй, үйлер. A table, tables, стол, столдар. A street, streets, көше, көшелер. A lamp, lamps, лампы, лампалар. There are 2 birds and 6 fish in my flat. Менің пәтерімде 2 құс бар және 6 балық бар аквариумда. Міне fish ол ержеден тыс жасалады, көпше түрде, жекеше түрде fish болады. Birds ол s жалған түр саналады. Fish де саналады, бірақ ол ержеден тыс жасалады көпше түрде. Көпше түрде айтып өткендей fish болады, жекешеде де көпшеде де. Uncountable nouns саналмайтын зат есімдер. The uncountable nouns are names of substances, liquids, masses, abstract ideas. Liquids деген сұйықтықтар, masses, substances ол килограммда бөлшетін заттар. Abstract ideas, абстракты идеялар болыңдар. Examples: water, sugar, milk, cheese, bread, oil, hope, trust. Water, су, sugar, қант, milk, сүт, cheese, ірімшік, bread, нан, oil, мұнай, немесе майлар. Hope, үміт, trust, сенім. A glass of water, бір стакан су. Қазақшада да сөйтіп айтамыз. Бір стакан су, бір мөлшермен айтатын болсақ, бір пиала шай деп. A teaspoon of sugar, бір шай қасық қант. A slice of cheese, бір кесім ірімшік. A loaf of bread, бір бөлке нан. A barrel of oil, мұнай осындай barrel деген ыдыспен есептеледі. Әр мұнайдың бағасы осындай баррелмен есептеледі. Бір баррел мұнайдың бағасы қазір осы кезде $70. Ол өзгеріп тұрады. Бір заманда $20 болған бір баррел, бір заманда $120 болған әрбір баррел. Енді мына мысал сөзімізде Can I have some tea, please? деп айтып отырмыз. Маған шай бересіз бе деген сөз. Осы some деген сөз біраз біршама деген мағынада саналмайтын зат есімдермен қолданылады. Can I have a glass of milk?
бір стакан сүт бересіз бе деген сөз. Егер 2 стакан сүт ішкім келсе, can I have 2 glasses of milk, please деп сұраймыз. Міне саналатын зат есім a horse, бір ат, 4 horses, 4 ат. Және саналмайтын зат есіміз some clouds, бұлттар деген сөз. Some water, су. Және fish, a fish, бір балық. 2 fish, 2 балық. Ал barrel дегеніміз осы. Осы саналмайтын зат есімдерді жақсылап түсініп алу керек. Сондықтан мен тағы бір мысал айтып отырмын. Міне дәнді дақылдар дедік. Осы дәнді дақылдар саналмайтын зат есімдерге жатады. Оларды біз әдетте 1 келі, 2 келі немесе 1,5 келі деп айтып аламыз, немесе бір ыдыс бойынша айтамыз, 1 стакан, 2 стакан дейік. Мысалы таралатын болсақ, 1 стакан, 1 тостаған немесе. Осы жерде a kilo of millet дедік, бұл 1 келі тары деген сөз. A kilo and a half of millet, 1,5 келі тары, сөк. Және some beans, some деген сөзбен айтылады дедік, ол бір шама, біраз деген. Some beans, бір шама, добия алайын деп айтамыз. Бір жақта добия дейміз, басқа жақтарда бұршақтар дейді. Some seeds, дәндер дегенді seeds дейді. Some seeds, мына жерде дәндердің түрлері. A kilo of rice, 1 келі күріш. 2 kilos of rice, 2 келі күріш. A kilo of chickpeas, ноқаттар. 3 kilos of chickpeas, 3 келі ноқат деп. Осы саналмайтын заттардың мысалдары осындай. Мына суреттен не көріп тұрмыз? What do you see in this picture? I can see 3 chimneys and some smoke. Бұл суреттен мен 3 мұржа көріп тұрмын, және біршама түтіндер шығып тұр. Сонымен 3 мұржа дегеніміз countable nouns, саналатын зат есім. Ал түтін бұл саналмайтын зат есім. Some smoke. I can see 3 chimneys and some smoke. Concrete nouns, abstract nouns. Concrete nouns деген нақты деген мағынаны білдіреді. Орысшада concretely деген сөз бар. Сол осы concrete деген сөзден алынған, алып барған. Abstract nouns, abstract наундар, зат есімдер. Concrete nouns are people or things that exist that you can see, hear, touch, smell, taste. Нақты зат есімдер олар көруге, естуге, ұстауға, иіскеуге, дәм татуға болатын зат есімдер. Banana, the sun, trees, noise. The sun, күн, trees, ағаштар, талдар, noise, шу, оны көрмейміз, бірақ естейміз. Abstract nouns, abstract nouns name abstract concepts, emotions and feelings. Абстракты зат есімдер, олар түсініктерді, эмоцияларды және сезімдердің атауы. Біз оларды көрмейміз, тек сезіп түсіне аламыз. Examples, мысалға hope, үміт, happiness, қуаныш, freedom, еркіндік, time, уақыт, justice, әділдік. Осы жерде айта кететін жай, міне біз banana, the sun деп артикльмен айттық. Жалпы зат есімдерді біз ең бірінші айтқан кезде белгісіздік артикльмен айтамыз. Немесе n деген. Бірақ the sun деп айтқан кезде біз оны әрқашан белгілік артикльмен айтамыз. Өйткені the sun деген бір ғана күн деген сөз. Басқа күн жоқ. Сондықтан оны есте сақтау керек. Міне. The sun is always the sun. Күн әрқашан the sun болады. Өйткені басқа күн жоқ. Сол сияқты айда the moon. Ай. Осымен бүгінгі сабағымыз тәмам. Келесі сабаққа дейін осы әдеттегі тапсырма жаттығуларды орындап, белгісіз жаңа сөздерді жазып, жаттап, жазылуында үйренуінде, айтылуында үйреніп алыңдар.
Әзірге сау болыңдар, көргендеріңе рахмет. Келесі видеоға дейін. Until next video lesson.